Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің аумақтық департаменттері басшыларының Facebook әлеуметтік желісінде жеке аккаунттары ашылды. Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, аумақтық департамент басшыларының қызметіне қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету мақсатында халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатын, сондай-ақ ашықтық пен есептілікті сақтай отырып, Facebook әлеуметтік желісінде басшылардың жеке аккаунттары ашылған. Желінің әрбір пайдаланушысы тиісті басшыға хабарласып, өз сұрақтарын қоя алады. Өңірлік департаменттердің басшылары есептік баяндамалар кезінде цифрлық көрсеткіштерді пайдаланбайды. Тек нақты істер, халықтың өзекті мәселелерін шешу, залалдың алдын алу. Жаңа тәсіл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік беретініне сенімдімін деді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Олжас Бектенов.